Biz nömірі 143 мектеп-лицейдің 8-ші сынып оқушылары алғыс айту күніне орай ұйымдастырылған республикалық челленджді жалғастырамыз. 1 наурыз еліміздегі алғыс айту күнімен баршаңызды құттықтаймыз. Біз еліміздегі тыныштық пен өзара құрметті сақтап отырған әр қазаққа алғысымыз шексіз. Біз тәрбие беріп отырған ата-анаға, мектебіміздегі әр оқушыға білім берген ұстазға және әрқашан қасымызда табылатын жақсы жанға алғысымызды айтқымыз келеді. Құрметті мектеп ұстаздары, сіздерге бізге бөлінген уақыт үшін, білім мен тәлім-тәрбие бергендеріңіз үшін, артылған сенім мен үміт үшін алғысымызды білдіреміз. Тәуелсізбін, мен бүгін келдім, міне азаттығым, теңдігім, бостандықта бойлығым, ендігім, шешіл енді шеме болған шерлінім. Біз осы тәуелсіздікті ата-бабамызды әкеп берген үшін оларға мың алғыс айтамыз. Құрметті Сүйінбай атындағы номер 143 мектеп-лицейінің оқушылары мен ұстаздары, баршаңызды көктемнің алғашқы мерекесі, мейірімділік пен достықтың, ыстық ықыластың символы атанған 1 наурыз алғыс айту күнімен құттықтаймыз. Мен 140 мектеп-лицейдің 8-ші А сынып оқушысы Мүслім Нұрайым 1 наурыз алғыс айту күнімен құттықтаймын. Осы арқылы мен өз отбасымды және 140 мектеп-лицейдің үлгі тұтар ұстаздарына алғыс айтқым келеді. Сіздердің маған берген тәлім-тәрбиелеріңіз бен шексіз білімдеріңізге мың алғыс. Құрметті менің ата-анам, сіздерге мен алғыс айтамын. Сіздер мені осы күнге дейін өсіріп жетілдірген үшін, ешкімнен кем қылмай өсіргендеріңіз үшін мен сіздерге алғыс айтамын. 1 наурыз алғыс айту күні құтты болсын. Мен ата-анама және де осы мектепте менімен бірге жүрген достарыма және сыныптастарыма алғыс айтамын. Олар менің қасымнан әрдайым табылған үшін. Және де мектептегі адамдардың барлығы менімен бірге уақыттарын көңілді өткізгеніне рахмет айтамын. Алғысымыз көп біздің көктемнің бұл күніне, ең алдымен мың алғыс наурыздың бұл күніне. Болашаққа бағдар сыйлағаныңыз үшін. Алғыс айтамыз.